Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Fingramota.kz халықтың қаржы саласындағы сауаттылығын арттыру жөніндегі жобасын ұсынады. Сізге бөтен кредит ресімделсе не істеу қажет? Көбіне адамдар өздерінің атына басқа адамдардың қарыздары мен кредиттері ресімделеді деп ойламайды. Бұл жағдай банк және коллектор қызметкерлерімен берешекті өндіріп алуға бағытталған іс-шараларды қолға алғанда ғана белгілі болады. Сіздің мойныңызда басқа біреудің қарызы ілулі тұрса, не істеуге болады? Банктік қарызды заңсыз ресімдеу фактісін анықтауға болады. Бұл үшін сіз кредиттік тарихыңызды үнемі тексеріп отыруыңыз керек. Жеке кредиттік есепті мемлекеттік кредиттік бюроға электрондық үкімет egov.kz арқылы, халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы, бірінші кредиттік бюроға хабарласу арқылы алуға болады. Алаяқтар сіздің атыңызға қарызды қалай ресімдей алады? Есіңізге түсіріңіз, сіз құжаттарды жоғалтып алдыңыз ба? Немесе интернеттегі күмәнді сілтемелер бойынша өттіңіз бе? Құжаттар жоғалған жағдайда халыққа қызмет көрсету орталығына өтінішпен хабарласып, растайтын анықтама алыңыз. Міндетті түрде құқық қорғау органдарына хабарласып, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне өтініш жазыңыз. Мұндай алаяқтық фактілерді жою керек. Сондай-ақ кредиттік ұйымға шартқа қол қоймағаныңызды және ақшаны алмағаныңызды мәлімдеңіз. Төлем картасының немесе жеке басын куәландыратын құжаттың жоғалғанын растайтын анықтаманы қоса беріңіз. Кредиттік ұйым сізге қарызды ресімдеу бойынша құжаттардың көшірмелерін, ақша аударылған шоттың деректемелерін ұсынуы керек. Сақ болыңыз, қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз, кредиттік тарихыңызды тексеріңіз және алаяқтық әрекеттердің құрбаны болмас үшін жеке және банктік деректеріңізді ешкімге бермеңіз. Fingramota.kz-пен бірге қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз.